Бұл балалар ойын алаңы. Мынауды ойын алаңы. Оларды біріктіретін ортақ не бар? Осы ойын алаңдарын біріктіретін ортақ мәселе бар. Біріншіден, бұл ойын алаңдары балалар үшін қызықты емес, әрі тартымды емес. Біз ойлағаннан да қауіпті екен. Және ең бастысы, балалардың ой өрісінің дамуына ықпал етпейді. Неге деген сұраққа жауап беру үшін Данияға бір сәтке көз жүгіртейік. Евроодақ өзінің ресми сайтында Европа елдері арасында 2021 жылғы бала туу статистикасын жариялады. Статистиканы қарасақ, Дания, Италия, Швейцария, Финляндия сияқты елдерден озып, алдыңғы қатарда орналасқан. Бір әйел басына 1,7 бала келеді екен. Бұл Евроодақ бойынша ең жоғарғы көрсеткіштердің қатарында. Ал көршілес және экономикалық тұрғыдан ұқсас мемлекеттер, яғни Норвегия, Швеция және Финляндия арасында ең бірінші. Онымен қатар Данияда балалармен қарым-қатынас туралы не білеміз? Ең әйгілі Лего ойыншықтары осы Даниядан шықты. Әлемдегі ең үлкен әрі ескі аттракциондардың саябағының бірі Тиволи, Данияның астанасы Копенгагенде орналасқан. Балалар ертегілерінің ең атақты авторлардың бірі Ханс Кристиан Андерсен да осы Данияның тумасы. Ал ең бастысы, Данияда балалар ойын алаңдарының революциясы болды. Даниялық ландшафт сәулетшісі Карл Теодор Соренсен 1943 жылы фашистік оккупация кезінде Копенгагенде бір тәжірибе өткізіп көрді. Оның байқауынша, балалар арнайы жабдықталған ойын алаңдарын ойнамай, құрылыс қоқыс алаңдарында ойнауға ұмтылды. Сондықтан ол белгілі бір аймақты қоршауға алып, сол жерді топырақпен, құрылыс құрал жабдықтармен, лақтырылған заттармен толтырды. Осылайша балаларға өздерінің қиялдары мен қызығына сай, өз еркінше ойын алаңын ұйымдастыруға мүмкіндік беріп көрді. Балалар алаңда бірлесіп үйлер мен басқа да құрылыстар салып, жалықса оларды бұзып, алаңды қайта жаңадан құрды. Бұл оларға ерекше ойын түрі болды. Бұндай ойын балалардың әлеуметтік мінез-құлықтарына қалыптасуына пайдалы әсер тигізді. Тәжірибе жетекшілері алаңдағы балаларды бақылап, араласпа уәдесі балалардың ойлары мен қақтығыстарына түсінуге көмектеседі. Сондай-ақ оларға әлеуметтік қарым-қатынас пен даулар бейбіт жолмен шешуді үйретеді деген пікірге келді. Осылайша балалар ойын алаңының үлгісі өзгеріп, жаңа түрі Junk Playground, яғни қоқыстар ойын алаңы дами бастады. Расында да осындай ойын алаңдары балалар үшін әлдеқайда қызығырақ көрінетін сияқты. Өзіңіздің балалық шағыңызды еске түсіріп көріңізші. Бала кезімізде ағаш пен құбырларға мініп, топырақ, балшықтың арасында ойнап жүретін едік қой. Ал қазіргі балалардың ойын алаңы мүлдем басқа. Тым қарапайым әрі тиянақты, тым таза әрі қауіпсіз, бәрі бір-біріне ұқсас. Аса тартымды да емес, қызықты да емес. Соренсеннің идеясымен англиялық архитектор әрі балалар құқығын қорғаушы Марджори Аллен қызығып, оны 1946 жылы Англияда дамыта бастады. Бірақ ол Junk Playground, қоқыстар ойын алаңы деген атауды Adventure Playground, шытырман оқиғалар алаңы деп өзгертті. Оның тұжырымдамасы бойынша алаңда шөп, төбелер, шалшық пен топырақтар болып, бірақ бірде-бір асфальттың болмауы тиіс. Балалар өз еркімен ағашта үйшіктер, әткеншектер құрастыра алатындай алаңда құбырлар, кірпіштер мен жіптер, балға, шеге сияқты заттар жеткілікті болу керек. Англиялық алғашқы осындай ойын алаңдарында арнайы бақылаушылар да болды. Олар балалардың қауіпсіздігін қадағалап, құрылыс барысына көмектескен, бірақ балалардың ойынын, әрекеттерін басқарған жоқ. Құрметті достар, видеомызды жалғастырмас бұрын Көкшетау қаласынан коммент жазған Айш 7788-ге арнайы сәлем беріп, оның қаласын картамызды белгілеп қояйық. Ал сіз қай қаладан екеніңізді комменттерге жазыңыз. Қазіргі балаларға арналған ойын алаңдары таза, қауіпсіз. Алаңда топырақ жоқ, арнайы жұмсақ төсемдер төселген. Алғаш қарағанда әдемі, ыңғайлы көрінеді. Бірақ осындай ыңғайлы ойын алаңы балалар үшін пайдалы еместігіне кезінде Марджори Аллен атап өткен. Әрине, Adventure Playground қағидасы бойынша алынған ойын алаңдары көзге тартымды көрінбейтін шығар, және көбірек жерді талап етеді. Дегенмен, бұндай ойын алаңдарының қазіргілерден артықшылығы мен пайдасы көбірек. Кейінгі зерттеулер бойынша ақш балалары мен Adventure Playground'та дамыған Британия балаларын салыстырған кезде тек физикалық тұрғыдан ғана емес, жалпы ой өрісі және қабілеттілігі жағынан британиялықтар 18%-ға озық болды. Екіншіден, бірқатар зерттеулер тәуекелі жоғары ойын алаңдарына ойнайтын балалар тәуекел мен қауіпті әлдеқайда тез анықтап, шығармашылық қабілеттерге ие екенін көрсетті. Олардың ой өрісі осындай белсенділік танытатын ойындар арқылы тезірек дамиды. Үшіншіден, бала оған байыппен қарап, сенімділік танытқанды жақсы сезінеді. Қауіпті, нақты бір функциясы бар құрал
алды сеніммен берсек, ол байқап әрекет етіп көбірек тәжірибелер жасайды. Ал оған керісінше тым қауіпсіз статикалық кеңістікті ұсынса, бала өзі қауіпті, шытырманға толы сезімдерді іздеп ауыр жарақаттануы мүмкін. Төртіншіден, осындай ойын алаңына барлық жастағы балалар қызығады. Бізде орнатылған ойын алаңдарында көбінесе 5 жасқа дейінгі балалардың ойнап жүргенін байқаймыз. Ал одан үлкендеу балалар үшін бұндай алаңдар қызық емес. Үлкендеу балалар үшін далада лайықты ойын алаңының болмауы олардың ұялы телефонмен немесе компьютер ойындарымен көп уақыт өткізу себептерінің бірі шығар. Бірақ бұндай ойын алаңдарын құрастырмас бұрын басқарылатын тәуекел деген түсінікті енгізу керек. Бұл жерде тәуекел мен қауіп дегенді шатастырмау қажет. Олар екі бөлек ұғым. Мысалға, сіз биік ағашқа шықсаңыз, ағаштың шіріген бұтағы қауы күтпеген апат. Ал ағашқа қаншалықты биік шығуыңыз тәуекел. Ол сіздің тарапыңыздан басқарылады және сізден шешім қабылдауыңызды талап етеді. Басқарылатын тәуекелді 6 санатқа бөлуге болады. Биіктік, жылдамдық, құрал жабдықтар, қауіпті элементтер, дөрекі ойын, адасып кету мүмкіндігі. Жақсы ойын алаңдары осы 6 санаттың бәрін қамту қажет. Сонымен қатар алаңның төсемі тегіс қана болмай, біркелкі емес әртүрлі болғаны жақсы. Және де табиғи текстурадағы ағаштан жасалған элементтер немесе ағаш кесінділері әртүрлі тастардың болғаны баланың тактильді сезімін жетілдіреді. Себебі кішкентай балалар алғашында қоршаған ортасын қолмен ұстап көру арқылы таниды. Және ойын алаңында кірпіш, тақтай, бөшке сияқты бекітілмеген құралдардың болғаны жақсы. Бұл заттарды бала өзі ұстап көріп, танып, қаншалықты қауіпті немесе қауіпті емес екенін өзі анықтауды үйренеді. Ойын алаңдағы бояулар тыныш, біркелкі болған көзге жағымды көрінеді. Әрине, бұл балалар үшін орнатылған алаң деп көбісі оны барша ашық, түрлі түсті бояулармен бояу керек деп ойлайды. Бірақ біздермен салыстырғанда балалар түс пен жарыққа сезімтал болады және ол жайлы өзінің ыңғайсыздығын түсіндіре алмауы мүмкін. Сондықтан ойын алаңында түстер үйлесімен де дұрыс таңдау қажет. Бұған қоса, ойын алаңындағы кеңістікті бөлуге де көңіл аударған маңызды. Қазір балалар ата-ана назарынан қалмайды. Балаға деген артық қамқоршылықты алаңда ойнап жүрген баламен одан көз алмайтын ата-анасын байқай аламыз. Баласы құлап қалмасын, киімін кірлетіп алмасын, басқа баламен таласып қалмасын деп қатты уайымдайды. Қазіргі балалар ойын алаңы бұл жағынан өте қолайлы, алаң ашық, бәрі көрінеді. Баланы аңдып отыруға ыңғайлы. Сондықтан ата-аналарды ойын барысында балалардан алшақтату үшін арнайы орындықтар, кафелерді ойын алаңының шет жағында ұйымдастырған жөн. Осылайша ата-ана баланың ойынына араласпайды, ал бала атаның назарын шамалы алшақтап, өзін еркін сезінеді және біртіндеп тәуелсіз болуды үйренеді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі балалардың ойын алаңдарын қызықты деп айта аласыз ба? Әлде оларды өзгерту керек пе? Thank you.